Сәлеметсіздер ме? 7 сынып алгебра мектеп баспасы 38-де 9 есеп. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. 38-де 9 есеп. А қосылған екісі 7-ге тең екенін ескеріп, төмендегі бөлшек рационал өрнегінің мәнін табыңыздар дейді. Ал енді бірінші есеп. 3А қосылған 6-сы бөлімінде 2-сы қосылған А-ның квадраты. Енді бөлшектің алымынан ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде 3-ті шығаратын болса, менде А қосылған 2-сы болады. Бөлшектің бөлімінде 2-сы қосылған А. Бізде А қосылған 2-сы мен 2-сы қосылған А-ның біреуі кетеді. Сонда бізде қалады 3 бөлімінде 2-сы қосылған А. Енді орнына мән қоятын болсақ, бізде 7-ден 3 деген мән шығады. Екінші есеп. А қосылған 2-сы бөлімінде 2, жақша ішінде 2-сы қосылған А-ның квадраты. Бұл жерде де қысқарады, бөлшектің алымы мен бөлімін қысқартамыз. Сол кезде бізде алымында 1, бөлімінде 2 көбейтілген жақша ішінде 2-сы қосылған А қалады. Енді орнына мәнін қоятын болсақ, 2-ге 7-ні көбейтетін болсам, 14 бірден жасайық, 14-тен 1 шығады. Енді үшінші есеп. А қосылған 2-сы бөлшектің бөлімінде 2-сы қосылған А-ның кубы. Ал енді бұл жерде қысқартамыз, сонда мұнда квадраты қалады. Алымында 1, бөлімінде 2-сы қосылған А-ның квадраты. Енді бұл бізде 2-сы қосылған А 7-ге тең, 7-нің квадраты ол 49. 49-дан 1 деген мән шығады. Енді төртінші есебіміз. Бұл жерде алымында 2-сы минус А көбейтілген 4. Бөлшектің бөлімінде 4-сы квадрат минус А-ның квадраты. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласы бойынша біз бөлшектің бөлімін 2 жақшаға жіктей аламыз. Сол кезде бізде 2-сы минус А, 2-сы қосылған А деген осындай 2 жақшаға жіктеледі. Және бөлшектің алымында 2-сы минус А көбейтілген 4 бар. Осы жерде минустарымыз қысқарады. Сол кезде бізде қалады алымында 4, бөлімінде 2-сы қосылған А. Енді орнына мән қоятын болсақ, 7-ден 4 деген осындай мәнді аламыз. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Алдағы 3-те 10-шы есепте шығатын болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.